Қайырлы күн достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бір жасағаннан өте дәмді болып шығатын творожный кекс дайындайтын боламыз. Достар, менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып қойыңыздар. Ол үшін бізге бірінші 3 жұмыртқаның үстінен қантымызды салып, жақсылап бір миксерлеп аламыз. Жұмыртқа мен қантымызды жақсылап бір араластырып алдық. Енді үстінен творогымызды саламыз, сүтімізді құямыз, алдын ала ертіп алған сары майымызды құйып, дәміне қарай қош иіс беретін аздап ванилинімізді салып, тағы да бір араластырамыз. Барлық қоспаларымызды жақсылап араластырып алдық. Енді үстінен қамыр қопсытқышымызды саламыз және де ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп салуымыз керек. Қамырымызды араластырған уақытта қамырымыз түйіршіктеліп қалмауы керек. Мінекей біздің кекске арналған тестамыз дайын болды. Енді алдын ала пешімізді міндетті түрде 180 градуста қыздырып қоямыз. Және де қалпын қыздырудың қажеті жоқ. Осылай қасықтың көмегімен сала отыра 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Кекстің үстінен өздеріңіздің қалауларыңызша әдемілеп әсемдесеңіздер де болады. Мінекей біздің кексіміз пісті. Осылай таяқшамен тексеріп көрсеңіздер де болады. Кексіміз өте жұмсақ, дәмді болып шықты. Осылай өздеріңіздің қалауларыңызша үстінен сахарный пудра сеуіп қойыңыздар.
Осы рецептпен міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Үйдегілерге осылай кофемен немесе шаймен ұсынсаңыздар болады. Кексіміз өте дәмді болып шықты, жұп-жұмсақ. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып қойыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.